Қайырлы күн, мен Қойшан Күлімбердіқызы, Қостанай облысы Амангелді ауданы Нұрғали Мейірманов атындағы жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Бүгін мен сұхбатымды өзімнің шығармашылық байқауларға қатысып жүлдегер атанып жүрген оқушыларыммен өткізетін боламын. Оқушыларымның жүлдегер атануына ұстаз ретінде қандай көмегім тиді, жалпы қандай әдіс-тәсілдер тиімді болды, оқушылардың өзінен білейік, сұхбаттасайық. Алдағы жасқа қатысатын оқушыларға пайдасы тиеді деген ойдамын. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Назерке Төлепбергенқызы. Қостанай облысы Амангелді ауданы Нұрғали Мейірманов атындағы жалпы білім беретін мектебінің оқушысы. Қайырлы күн, мен Жасұланқызы Ақмаржан, Қостанай облысы Амангелді ауданы Нұрғали Мейірманов атындағы жалпы білім беретін мектебінің оқушысы боламын. Қайырлы күн, мен Төлегенова Ақнұр Аманжолқызы, Қостанай облысы Амангелді ауданы Есір ауылы Нұрғали Мейірманов атындағы жалпы білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы боламын. Шығармашылық байқауларға неше жасынан бастап қатыстыңыз? 11. 12. 11. Сіз үшін шығармашылық байқаулардың маңыздылығы неде деп ойлайсыз? Әрбір жарыстың өзіндік жемісі бар. Бұл жарыстар маған жеке дамуыма мүмкіндік сыйлады. Өз-өзімді танып, сенімділік артты. Шығармашылық байқаулардың мен үшін маңызы зор, себебі тұлға болып қалыптасуыма, өзімді дамытуға және сенімділігімді арттыруға жақсы көмектесті. Сіз облыстық, аудандық, республикалық деңгейде жүлдегер атанған кезде қандай сезімде болдыңыз? Толқу мен қуаныш, өзіме деген сенімділік артты. Өте ерекше сезімде болдым. Мен үшін де, ұстазым үшін де бұл өте үлкен жетістік. Өте керемет сезімде болдым. Сіздің шығармашылықтарыңызды ұстазыңыз қалай байқады деп ойлайсыз? Жетекшім менің жан дүниемді тыңдай білді және де қателіктерді мүмкіндікке айналдырды. Жетекшім сабақ барысында түрлі әдістерді пайдаланып, сол әдістерде менің ерекше қырларымды байқап, осындай додаларға қатыстырды. Сабақтарға белсенді қатысумен және тапсырмаларға деген ерекше көзқарасымнан байқады. Шығармашылық байқауларға дайындалу барысында қандай әдіс-тәсілдер тиімді болды деп ойлайсыздар? Шығармашылық байқау барысындағы ең тиімді әдіс менің ойымша мотивация беру. Ең бірінші жоспар құрып, уақытты тиімді пайдалану, өз-өзіне сену және де өзін-өзін психологиялық дайындау. Ұстаздың тиімді бағыт-бағдар беруі және ұстаз бен оқушы арасындағы жақсы қарым-қатынас. Сіздер жүлдегер ретінде енді өсіп келе жатқан жас таланттарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіздер? Ұстаздың берген бағыт-бағдарымен жүру. Ең бірінші өзінің бойындағы қорқынышты жеңу қажет, позитивті ойлау қажет, өзінің жеңіске жететініне сенімді болу қажет. Әрине, баланың бойында ең бірінші өзіне деген сенімділік болу керек. Егер де бойыңызды үрей, қорқыныш байласа, сіз жетістікке жете алмайсыз. Сол үшін де айтқым келетіні, өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақта. Осы сұхбат барысында сіздер көптеген нәрсені алдыңыздар, көрдіңіздер деп ойлаймын. Шығармашылық ол баланың дамуы, шығармашылық ол баланың жеке қыры. Әр бала ол өзі тұлға. Баланы дамыту ол біздің ұстаздардың қолында. Осы сұхбат сіздерге пайдасын тигізсін. Әртүрлі оқушылардан алған әдіс-тәсілдерді кері байланысты ала отырып, өзіңіздің оқушыларыңызға, білім алушыларыңызға пайдалансаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.